Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, қайырлы таң дейміз. Я, құрметті достар, бүгін студиямыздың қонағы продюсер, актер Сәбит Әбдіхалықов. Сәбит Әбдіхалық, актер, продюсер, режиссер Сәбит енді 70 жылдық тарихы бар Салтанат би ансамблінің директоры. Студиямызға қош келдіңіз, Сәбит мырза. Жалпы таңғы көңіл күйіңіз қалай? Таңғы көңіл күй жақсы, қайырлы таң. Сіздерге де жалпы қазақстандықтарға әрбір осы таңған атқан таңдарыңыз нұрланып, жақсы шуақты күн, көтеріңкі көңіл, жұмыса табыс тілеймін барлықтарыңызға. Айтқаныңыз келсін аға. Сәбит аға, әңгімемізді жақсы жаңалықтардан бастайық. Жақында естідік, сіз жоғарылапсыз, дәрежені жоғарылады, креслоға отырды дейді, сол жайлы айтып кетсеңіз. Толығырақ. Бұл негізі осыдан бір 10 ай бұрын, 11 ай бұрын мен Шымкенттен бастағам креслоны. Шымкентте оңтүстік цирк мекемесінде сол цирктің директоры болдым. Осы 1-2 айдай болып қалды. Қазақстан Республикасында еңбек сіңірген мемлекеттік Салтанат би ансамблінің директоры болып тағайындалдым. Қазір 2 айға жуық болды. Сол мемлекеттік би ансамбльде жұмыс жасап жатқанымызға басшылық қызметте. 60 жылдық тарихы бар 1955 жылы құрылған үлкен ансамбль. Талай шетелдерде Қазақстанның би өнерін таныстырып жүрген, одан кейін біздің ансамбльде қазақтың билерімен қатар Қазақстан халықтарының және шетелдік билерден құралған керемет ансамбль. 159 биі бар. 70 бишіміз бар. Жігіттерден, қыздардан құралған, бәрі талантты, кәсіби деңгейдегі бишілеріміз, көркемдік жетекші, сол бидің бәрін қойған балетмейстеріміз, Орынбаева Гүлсәуле Әбдіқадырқызы, сондай керемет ұжым. Сол ұжымды басқарып отырмыз қазір. Ал «Мафия мен Тахиян» театрының жағдайы қалай? Енді «Мафия мен Тахия» театрының жағдайы қазір Жаңатбек осыдан 1,5 жыл бұрын айтқам. Жаңатбек енді осы театр өзіңдікі, екеуміз құрдық. Екеуміздің туған баламыз бұл театр. Бірақ шешесіге мекем білмеймін, бірақ екеуміз тудық. Сол енді ол театрды «Мафия мен Тахия» деп атын өзім қойып бастаған театр. Енді бірақ жалпы ол театрды Жаңатбектің қазір қарамағында ол театр. Бар. Жаңатбек егер шақырып, мынандай концерт бар, мынандай ойнайық десе, мен әрқашанда дайынмын ол театрға сатирамды жазып барып ойнауға уақыт тауып, мүмкіндігінше. Әрине біз актер болып халыққа танылдық. Ол актерлық ешқашан кетпейді. Ол мен қанша басшылықта болайын, қандай қызметте болайын, мен өзім ойлаймын, актерлықты ешқашан тастамаймын деп. Бәрекелді. Ал мына Ду-Думан бағдарламасына неліктен қатыспадыңыздар? Ол жақтарға бет бұруға шама келмей жүр. Сонымен қатар мен қазір Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында магистрантпын, магистратура оқимын. Менің студентсіз. Магистрмын қазір, соның 2-ші курс, биыл бұйыртса диплом. Соған ғылыми жұмыстар жазу керек. Менің жаңағы жетекшім москвалық кинорежиссер Ираклий Кврикадзе деген кинорежиссер азамат, Қазақстаннан Болат Шәріпов деген ағамыз жұмыспен қазір айналысып жатырмыз. Сонымен қатар дипломдық кино түсіру керек қазір. Керемет, жұмыс көп дейсіз. Жұмыс көп. Қазір енді кішкене сатираға көңіл бөлуге уақыт болмай жүр. Сонымен қатар осы 16 желтоқсанда осы жылы тәуелсіздік күніне арнайы Алтынай Жорабаеваның концерт өтеді. Қазақстаным алға деген айдармен Астана қаласында орталық концерт залда үлкен концертін дайындап отырмыз. Мерекелік, патриоттық. Оған енді әрине мен әр концертке, әр кез келген концерт болсын, мен бір жаңалық енгіземін. Ол көбіне менде сәтті шығып жатады. Сондықтан бұл Алтынайдың концерті енді ол енді жанды дауысты, жанды жаңағы кәдімгі Астана симфониялық оркестрі бар, тағы да инструменталды ансамбльдер бар. Сонымен қатар тағы да бір бұл жаңалық емес, тағы бір үлкен жаңалықты енгізіп жатырмыз сол концертте мен. Керемет көңіл күйде әңгімеміз жүріп жатыр, бірақ дегенмен кезекте тілшілеріміз дайындаған бейне сюжет. Назар аударайық. Қымбат көрермен, жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын ары қарай бастайды. Бүгін біздің студиямызда белгілі продюсер, актер және Салтанат би ансамблінің жетекшісі, директоры Сәбит Әбдіхалықов. Тағы да қош келдіңіз, қайырлы таң дейміз. Жаңа концерт туралы айтып кетті. Тәуекел, сол концертке байланысты мен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа форматта, жанды дауыста, жаңағы оркестрмен деп жатырсыз. Басқалар сияқты 3D форматта ерекше бір шоу бола ма? Біз енді мынау патриоттық концерт болған екен, Алтынайдікі репертуарын біз патриоттық, кәдімгі салмақты жасап жатырмыз. Эстрадный симфониялық оркестрді қойып қойсаң, мына жаққа артынан экран қойып, оны 3D шоу жасап тастасаңыз, көз жүгіріп кетеді дейсіз ғой. Мынау көрермен деген сахнада екі
сахнаның заңдылығы бар. Бір уақытта екі әрекет болмау керек. Әрине. Анау экранда бір жақсы басқа дүние көрсетіліп кетсе, ән жайына ағып кетеді, әнші. Экранға көңіл алып кетеді адамның назары. Сондықтан мен енді бұл жерде бір басқаша бір ерекшелік болайын деп тұр, оны ешқандай концертті әлі пайдаланған жоқ, мен соны әлі айтпай-ақ қойын, болған кезде көреміз, соған жұмыс жасап жатырмыз. Сонымен қатар Алтынайдың дуэттері бар, сондай бір ерекше бір концерт болады. Хабар арнасы эфирге шығарады бұйыртса. Міндетті түрде. Бәрекелді. Ал аға, біздің естуімізше тағы сіз кинорежиссер ретінде танылайын деп отырсыз, болмаса танылып қойды ма, қанша киноңыз бар? 5 киносы бар, мен білсем. Енді жалпы жалғыз менің кином емес, біздің Қазығұрт фильм киностудиясы бар. Киностудиямыз бар. Бізде енді Нұргелді Садығұлов сияқты Москвада ГИКті бітіріп келген азаматтар болашақ бағдарламасымен, Ринат Қосой сияқты азаматтар біздің студияға келіп қызмет жасап тұрады. Біздің түсіргеніміз бірінші 2007-те Тырнақал туындымыз, ол кезде тәжірибеде шамалы Қанталапай фильмнен бастағанбыз. Білім аз екенін сезініп, Америкаға барып, Нью-Йорк фильм академиясында, Лос-Анджелесте, Голливудта оқып келдім. Содан келгеннен кейін Америкада оқыған атым бар, ұят болмасын деп, Любовь кредит деген кино түсірдім. Содан кейін біздің ауыл ВОТ деп топтама. Комедия ол, сонымен қатар Абай директор драмасы, мынау біздің енді мақтанып айтылған, біздің Қазығұрт фильм киностудиясы директор драма деген жанрды Қазақстанда бірінші рет біз осы қолға алып біз түсірдік. Одан кейін де қазір енді көп түсіріліп отыр. Бірінші жартылай актерлардың ойынымен, жартылай директормен жасаған фильмдер. Соны Исабеков әлемі, Дулат Исабеков ағамыздың 70 жылдығына арнап түсірдік. Одан кейін қазір 6-шы фильмде бізде өткенде Дулат Исабеков ағамыз Англияға барып қайтты. Сол жақта спектакль қойды. Сол Англияда дерек фильм түсіріп келдік. 7-ші фильм мен магистратурада Жұмбақ әлем деген деректі фильм түсірдім. Жын деген әлем бар. Бізді қоршап тұрған. Алла тағала адам мен жынды бірге жаратты. Бір-бірін дуалап, оның адамның ішіне кіріп кетіп жатады, ол адам дуаланып жаңағы жынды болып жатады. Осы мәселеде осындай Серік деген, Ергебеков Серік деген бауырымыз бар, осы ғылымды, ілімді жақсы меңгерген. Сол азаматпен бірге Жұмбақ әлем деген деректі фильм түсірдік. Ал сіздің фильмдеріңіздің көбісі жаңағы комедиялық жанрда. Жалпы тарихи фильмдер түсіруге өзіңіздің ойыңызда бар ма? Оған енді үлкен дайындық талап етеді, оны зерттеу керек, көп оқу керек жаңағы. Жалпы енді ол. Неге түсірмеске? Жалпы бізде енді тарихи Абайды Нұргелді Садығұлов бауырымыз түсірді, режиссер болып, Ерлан Төретой деген бауырымыз сценарийін жазды. Негізі комедияға қарағанда мен салмақты, біздің студия кішкене ой салатын тарихи фильмдер түсіргенді қалаймыз. Бұйыртса Дулат Исабеков ағамыздың Балуан шолақ пьесасы бойынша сол Балуан шолақ фильмін түсіргімізге армандап отырмыз. Қазір соған жұмыс жасап жатырмыз. Ол енді біздің тарихи тұлғаларды дұрыстап халыққа беру керек. Ал аға, біздің бағдарламамыздың дәстүрі бойынша өзіңіздің жүрек жарды тілектеріңізді біздің көрермендерге арнасаңыз. Отбасыларыңызға амандық, ең басты денсаулық, елімізге тыныштық, бейбітшілік, Қазақстан халқы, қазақ елі өсіп-өне берсін. Рахмет аға, тілегіңіз қабыл болсын. Енді қанша жұмыстың басын қосып шабыста жүрсеңіз де, осы біздің жаңа күн бағдарламасына уақыт тауып келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Керемет кино туындыларыңыз халыққа насихатталып, тек жақсы бағаға ие бола берсін деген тілек білдіреміз. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз.